мақсаты ауа райының адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіне оң және кері әсерін талдау. Мына суреттегі заттардың бірінші әрпін ала отырып сөз құраңдар. Кәнеке тезірек. Қандай сөз шықты? Тау. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың беткейі тік жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыңын қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Сонымен балалар, тау деген жер бетінің қандай түсі екен? Дұрыс, едәуір биік түсі. Таудың табиғаты сұлу, жанға жайлы келеді. Сондықтан онда демалыс орындары салынады. Далаға егін егеді, жайылым жерлерге мал жаяды. Өзен, көлдерден балық аулайды. Ал енді бейне сөз шешейік. Кәнеке мұқият қарап таба қойыңдар. Қандай сөз шығады екен? Жазық. Қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз, төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қырат та, тау да жоқ. Айнала теп-тегіс болады. Мұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жасыл түспен беріледі. Сонымен жазық жер бетінің қандай түсі екен? Дұрыс, тегіс болып келетін түсі. Ал картада қандай түспен беріледі? Жарайсыңдар. Балалар, жер бедерінің екі негізгі түсі бар. Олар таулар және жазықтар. Енді балалар, кері оқы ойыны. Кәнеке кері оқиық. Қандай сөз шықты? Ойпат. Кейбір жерлерде ойыс жазықтар кездеседі. Жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Сонымен жер бедері тау, жазық, ойпат, таулы үстір, төбе, шатқал, қырқа, аңғар, жыра, тағы басқа болып келеді. Үйге тапсырма алайық. Өзің тұратын жердің бедерін анықта.